Ассалаумағалейкум. Ой түрткінің көрермендері, армысыздар. Бүгін 14 тамыз жұма мүбәрәк болсын. Бүгінгі тақырып тағы да Украина соғысы хақында. Кеше CNN-ге сұхбат берген Украина президенті Зеленский, Украина биылғы қыстан аман шығуы үшін ақш өзінде бар патриот зымыран кешендерінің 10%-ын, тым құрығанда 5%-ын бізге сатып беруі керек деп мәлімдеді. Жалпы қазір Украинада патриот кешендеріне арналған зымырандар таусылуға жақын. Шілде айының соңында Дональд Трамп пен Зеленский кездескен кезде Зеленский Трамптан 100 дана патриот әуе шабуылынан қорғану жүйесінің зымыранын сатып беруді талап еткен болатын. Алайда Дональд Трамп бұл ұсыныстан бас тартты. Оған басты себеп таяу шығыстағы шиеленіске байланысты ақштың өзінде де аталған зымырандар қоры азая түскен. Украина қазір биыл қыста Украинаға ең ауыр соққылар жасалуы мүмкін деп санап отыр. Өйткені Ресей қысқы шабуылға қазірдің өзінде дайындыққа кірісіп кеткен. Нақтылап айтқанда, Ресей қазір қыс кезінде Украинаның жылу жүйелерін, электр станцияларын ауыз сумен қамтамасыз ететін негізгі құрылғыларын атқылау үшін зымырандарын сайлап, ұшқышсыз ұшақтарын дайындап жатқан көрінеді. Өткен айда Украинаның барлау қызметі Ресей Украинаға қыста соққы жасау үшін 6200 дронды дайындықтан өткізіп, баллистикалық зымырандарды да дайындау үстінде. Нақтылап айтқанда, Ресей осы зымырандар мен ұшқышсыз ұшақтарды бір уақытта пайдаланып, Украина даласына соққы жасамақ деп хабарлаған болатын. Әрине, Ресейдің мақсаты айқын. Қыс қырында қысылып отырған Украинаға соққы жасау арқылы халықтың наразылығын туғызу. Қазір Ресейдің алыс қашықтыққа ұшатын дрондарының саны біраз азайғанымен, зымыранмен соққы жасауды әлі де жалғастыру үстінде. Украина президенті Зеленский CNN-ге берген сұхбатында, қазір Ресей ай сайын бізге алыс аралыққа ұшатын зымырандармен соққы жасауда, ал біздің әуе шабуылынан қорғанатын жүйелеріміздің зымырандары олардың жіберген зымырандарынан әлдеқайда аз деп мәлімдеді. Әрине, Ресейдің алыс қашықтыққа ұшатын зымырандарын аспаннан қағып түсіру үшін патриот сияқты озық қарулар керек, бірақ ақш қазір осы қару түрін Украинаға жеткілікті деңгейде бермей отыр. Германияның берген әуе шабуылынан қорғану жүйелерінің қорғаныс қуаты әрине патриотқа жетпейді. Сондықтан биыл қыс кезінде Украинаға жасалатын соққылар Украинаға орасан зор шығындар әкелуі мүмкін деген болжам қазірде айтылып жатыр. Ал Украина Ресейдің мұнай өңдеу зауыттарына, негізгі нысаналарына әлі де соққы жасап жатыр. Кеше Новосибирскідегі астық терминалына жасалған соққыдан кейін аталған өңірдегі 3-ші терминал жұмысын тоқтатты деген ақпарат тарады. Жалпы Новосибирскіде үш үлкен терминал бар көрінеді. Бұдан жылына 26 миллион тонна астық жөнелтіледі деген ақпарат бар. Украинаның соққысынан кейін осы үш терминалда жұмысын тоқтатқан. Сонымен қатар, кеше Украина қарулы күштерінің соққысынан кейін Орскідегі мұнай өңдеу зауыты мұнай өндіруді жарты жылға тоқтатты деген ақпарат тарады. Яғни, шабуылдан кейін аталған мұнай өңдеу зауытын қалпына келтіруге кемінде жарты жыл уақыт қажет көрінеді. Украина қарулы күштері Ресейдің мұнай өңдейтін зауыттарына қайталама соққыларды жасау арқылы Ресейдегі бензин тапшылығы мәселесін ушықтыруды көздеп отыр. Дегенмен жақында Үндістаннан Ресейге алғашқы бензиндер жеткізілді. Қазір Ресей осы бензиндерді өңірлерге тарату үстінде. Ал Украина қарулы күштері логистиканы қиындата түсу үшін Ресейдің мұнай таситын кемелеріне де соққыны үдетті. Ал Қырым түбегіндегі Қырымды оқшаулау операциясы да өз жалғасын тауып жатыр. Украина қарулы күштері ұшқышсыз ұшақтар мен Ресейдің әуе шабуылынан қорғану жүйелерімен қатар әуежайларға да соққы жасау үстінде. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.